Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Мынау көріп тұрғандарыңыз шідер дейтін болады. Әсіресе жас балдар білмейтін болса, білмейтін адамдар, қалада өскен адамдар болса, соларға айтып жатырмын. Мынау шідер дейтін болады. Атты шідер деген, яғни атты бекітіп, ат ұзап кетпес үшін байланатын нәрсе. Наручник деген сияқты ғой. Солай атты бекітіп қоясыз, ноқтасын сыпырып жүрген. Өзіңіз қой бағып жүрсеңіз, я болмаса мал бағып жүрсеңіз деген сияқты сол кезде пайдаланады. Өте керемет нәрсе. Атты ұстап тұру үшін, ұзап кетпес үшін. Енді мына материалға келетін болсақ, нақты атауын білмеймін материалдың, мына атаудың. Осы материалдан менің атам жасаған екен. Атам жасаған екен осындай материалдан. Соны біз папам екеуміз бірігіп жасадық. Енді біраз уақыт кетті осыған. 2,5-3 сағаттай істедік қой негізі. Материалдар көбінесе шаққа таптық нелерді әрең дегенде. Сол енді осы шідердің түсіндіріп жіберейін, егер білмейтіндер болса. Жалпы мына жер оқтық деп аталады, мына жер оқтық. Ал мына 3 аяқты бекітетін нәрселер, бұлар балақ дейді. 3 балақтан тұрады. Артқы аяқ, артқы аяққа бекітіледі. Және де мына нәрсені, мына темірді тобылғыдан, ағаштан да жасауға болады. Біздер сым темірден жасадық. Бұны тиек деп атайды. Ал мынаны шеттік деп атайды. Осы тиек бекітетін нәрсені шеттік деп атайды. Осылай қысқаша. Енді неге бұл материалдан жасадық? Бұл өте сондай берік материал, прочный дейміз ғой. Сондай материалдан 3-4 жылға кетеді. Біреулер айтуы мүмкін, қажайт деп. Жаңа пападан сұрасам, әкемнен. Ол қажайт, бір шамалы уақыт қажайт, содан кейін үйреніседі, жұмсарады, көнереді көнергеннен кейін қалыптасады дейді. Себебі әкелеріміз, аталарымыз талай мінген. Осы шідерлеп практикадан өткен материал бұл. Бірден айта кетейін сіздерге. Және де осындай шегендеу деп атаймыз. Шегендеп тастадық, осындай заклепка деп жатады. Ондай шынжырдан жасайды. Енді өте ыңғайлы. Сосын көзге де жақсы көрінеді да. Ең бірінші бұл енді аттың денсаулығы біріншіден. Екіншіден сосын беріктігі. Барлығы келіп тұр. Ал мынау міне тобылғы деген нәрсе, тобылғыдан жасаған екен мынаны. Бұны алып тастап, сым темір орнатамыз, Алла қаласа. Және де шпагат деген нәрседен міне осы биылғы шпагат деген материал жіптеп жатамыз. Содан есілген шідер мынау міне. Қарап тұрсаңыздар. Бұл өте қатты қажайт енді. Мындай резинкелерді салдық қажамас үшін, бірақ көмектеспейді, мықты қажап тастады аттың аяғын. Обал кәдімгідей. Мына кескінін қараңыздар, бұл ат шыдамайды бұл деген. Өте көп есіп қою керек. Бірнешеуін есіп жаңағыдай шіздер өріп қою керек та бұндай нәрселерді. Солай. Ал мынау енді бұл енді басқаша енді. Өте керемет енді. Көзге де жақсы көрінеді. Солай. Бағалап жіберіңіздер міндетті түрде шідердің қалай жасалғандығы туралы. Енді бұл әдемі жасалды деп ойлаймын. Себебі енді әкем өзінің әкесінен көрген, атамнан солай жасалынып, өзінің өлшемдері бар. Сосын егер қызық болса, комментарийға жазыңыздар, қалай деген сияқты. Міндетті түрде комментарийға жазамын, жауап беремін. Ендігі бір жұмыс қалып тұр. Осыны атқа көру керек. Әлі атқа көрген жоқпыз салып. Сосын айта кететін нәрсе, мынау түйілген нәрсе бұл қысқарады. Аттың физиологиясына байланысты. Мысалға аяқтары жуан болса, мынаны қысқартып ұзартуға болады. Жіңішке болса қысқартуға болады деген сияқты. Сол мына түйіндерді босатып жүрді. Бұның ерекшелігі, артықшылығы осында. Қысқартуға болады. Артқы балақ та солай міне.
өте сондай ыңғайлы. Менің атамның істеу тәсілі бұл деген. Енді қорқатын нәрсе ұрлық деген бар да. Жалпы енді Алла сақтасын, енді қазір ондай заман емес қой. Бұрын осыдан бір 20-30 жыл бұрын көп ұрланды, осы ат байлаулы отырған, шідерлі отырған атты ұрлады. Енді мына шідерді ұрламайды деген ойдамын енді. Алла сақтасын, себебі бұл папам екеуміздің жасаған еңбегіміз маңдай тер. Енді қазір адамға сенім азайып бара жатыр. Сондықтан да қазір ұрлайтын заман емес деп ойлаймын. Жақсы ойда боламын, Алла қаласа. Ұрламайды шығар деген ойдамын. Себебі мен неге айтып жатырмын оны? Біздің папаларымыз айтып жатады да, ұрлар талай шідер жасады, ұрлап кетті дейді да жаңағыдай. Себебі оңай ғой ұрлап кету. Бекітілуі тұрған атты барады да шешіп ала қояды. Сондықтан да жақсы ойда боламын енді. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы, арнамында міндетті түрде қолдаңыздар. Егер пайдалы бір ұнаған видеолар болса, міндетті түрде жазыңыздар. Пайдалы видеолар бар, қызық видеолар бар. Міндетті түрде өтіп кетпей арнама тіркеліп реакцияларыңызды білдіре отырыңыздар.